Мен Мұхажыр Мажан ауылының тұрғыны Хамзе Асқар даналық өсиет шешендік сөздер атты челленджді Өскен ауылынан қабылдадым. Қазақ би шешендері алқалаштың тапты ақ жарқын заманда өмір сүруін аңсап өтті. Билер тарихында қазақтың Төле би, Қаз дауысты Қазбек, Әйтеке билердің орны ерекше. Олар өз дәуірінің жерін шапқыншылық жаудан қорғап қалуда елдің халықтың бірлігін нығайтуда зор еңбек сіңірген, хандарға ақыл кеңес берген. Бұл дегеніміз халықтың төрт құбыласын теңдеу. Осы мұратқа орай Төле би біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді дейді. Төле би хан сұлтандардың, бектер мен билердің өзара қақтығысын, ұлт тәуелсіздігі мен бостандығына еш нәрсе берілмейтіндігін сезініп, татулықты жақтаған. Оны елге байқұт емес, бейхұт дейдің. Қанатты сөздердің елге бізге келіп жеткен аңыз әңгімелерде Төле бидің